Бүгін морфология тақырыбын қозғайтын боламыз. Морфология сөз құрамы, қосымша және сөз таптарын зерттейді. Сөз құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара және күрделі сөз болып. Дара сөздің өзі екіге бөлінеді. Түбір сөз және туынды сөз болып. Ал күрделі сөз төртке бөлінеді. Қос сөз, біріккен сөз, қысқарған сөз, тіркескен сөз. Ендеше дара және күрделі сөздерге жеке тоқталайық. Дара сөз бір түбірден тұратын сөз. Оның екі түрі бар: түбір сөз және туынды сөз. Ал күрделі сөз кемінде екі түбірден жасалып, бір мағынаны білдіретін сөз. Оның төрт түрі бар: біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз, тіркескен сөз. Туынды және түбір сөзге тоқталайық. Түбір сөз сөздің мағынасы бар ең бастапқы бөлшегі. Ән, дос, бөл, біл, тау, жақсы, қала деген мысалдар келтіре аламыз. Ал туынды сөз түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, әнші, достық, бөлім, білгір, таулы, жақсылық, қалашық сияқты мысалдар келтіруге болады. Түбір сөз бен одан жасалған туынды сөз арасында мағыналық байланыс болады. Мысалы, бал сөзінен балшы, балгер деген сөздер жасалады, ал бал сөзінен бала, балық деген сөз жасалмайды. Себебі олардың арасында мағыналық байланыс жоқ. Ал енді күрделі сөздің түрлеріне келетін болсақ, біріккен сөз екі немесе одан да көп сөз бірігіп, бір ұғымды білдіретін және бір сұраққа жауап беретін сөз. Мысалы, тасбақа, тас және бақа сөздері арқылы біріккен. Талдықорған, талды және қорған. Қара құрт, қара және құрт. Екі бас тұз, екі бас тұз деген сөздердің бірігуінен жасалып тұр. Кіріккен сөздерге келетін болсақ, құрамындағы сөздердің ең кемінде бір дыбысы өзгертіп біріккен сөз. Мысалы, биыл, бұл жыл деген мағынаны білдіреді. Бүгін, бұл күн. Әкел, алып кел. Апар, алып бар. Жазды күні, жаздың күні. Келесі кезекте қос сөз және қысқарған сөз. Қос сөз сөздердің қосарланып немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөз. Қос сөздің екі түрі бар: қайталама қос сөз және қосарлама қос сөз. Қысқарған сөз күрделі атаулардың қысқартылып жазылған түрі. Осы орайда қайталама және қосарлама қос сөзге тоқталғым келіп тұр. Қайталама қос сөз сыңарлары бір түбірден жасалатын қос сөз. Мысалы, көре-көре, көзбе-көз, өз-өзінен, тау-тау. Ал қосарлама қос сөз сыңарлары әр түрлі түбірден жасалатын қос сөз. Үлкен, кіші, алыс, жақын, қысы, жазы, бала, шаға, көйлек, көншек. Ендеше қайталама қос сөздің жасалу жолына толығырақ тоқталғым келіп тұр. Қайталама қос сөздің төрт түрлі жасалу жолы бар. Біріншісі, қосымшасыз бір түбірдің қайталануынан жасалады. Мысалы, үлкен-үлкен. Екінші, қосымшалы бір түбірдің қайталануынан жасалады. Мысалы, бара-бара. Үшінші, түбірдің бір сыңары дыбыстық өзгеріске ұшырап жасалады. Мысалы, кісі, місі. Төртінші, бір сыңары ықшамдалып жасалады. Мысалы, теп-тегіс. Келесі, қосарлама қос сөз. Оның жасалу жолы 5 түрлі. Біріншісі, сыңарлары синонимдес болып келеді. Мысалы, зәре, құт, ашу, ыза. Екіншісі, сыңарлары антонимдес болып келеді. Мысалы, оңды-солды, әрі-бері. Үшіншісі, бір сыңары мағынасыз болып келеді. Мысалы, арық-тұрық, бала-шаға. Төртіншісі, екі сыңары да мағынасыз болып келеді. Мысалы, анда-санда, ығы-жығы. Бесіншісі, сыңарлары әртүрлі сөздер болып келеді. Мысалы, ғылыми, көпшілік, саяси, әлеуметтік. Ал енді қысқарған сөздің жасалу жолына тоқталғым келіп тұр. Оның төрт жолы бар. Біріншісі, күрделі атаудың құрамындағы әрбір сөздің тек бірінші дыбыстары қысқарады. Мысалы, тмд. Екінші, күрделі атаудың құрамындағы алғашқы сөздің бірінші буыны мен соңғы сөздерінің бірінші дыбыстарынан қысқарылып беріледі. Мысалы, қазопо. Үшінші, күрделі атаудың құрамындағы әрбір сөздің бірінші буындарынан қысқарды. Мысалы, кеңшар. Төртінші, күрделі атаудың құрамындағы алғашқы сөздің бірінші буыны мен келесі сөздің түбір күйінде қысқаруы. Мысалы, пединститут. Бесінші, өлшем бірліктерінің қысқаруы. Мысалы, сантиметр. Күрделі сөздердің тағы бір түрі тіркескен сөз.
Екі немесе одан да көп сөздер тіркесіп келіп, бір ұғымды білдіретін күрделі сөздің түрі. Тіркескен сөздің екі түрі бар: еркін тіркес және тұрақты тіркес. Еркін тіркестің құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға немесе басқа сөзбен алмастыруға болады. Мысалы, оқып отыр, оқып жүр. Тұрақты тіркестің құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға немесе басқа сөзбен алмастыруға келмейді. Тұрақты тіркестің құрамындағы сөздер бірігіп бір ғана мағына береді. Мысалы, қас пен көздің арасында. Тез деген тіркесті кірпік пен көздің арасында десек, тез деген мағына бермейді. Бүгінгі ақпарат ұнаған болса, арнамызға жазылып, лүпіл қалдырып, пікір жаза отырыңыз.